құрметті көрермендер. Саламатсыздар ма, ағайлар мен апайлар, және достар. Рухани адамгершілік барлық білім беру саласында аталып өтілуде. Өзін тану, сүйіспеншілік пен шығармашылық педагогикасы атты 10 күндіктің қорытынды кеші бүгін бізде мектебімізде орын алып отыр. Ендеше Кәусар бұлақ тұнығынан атты кешке қош келдіңіздер. Кештің мақсаты ізгі ниетті, адамгершілікті берік ұстаған, руханилықты жанына өмірлік серігі етіп өсіп келе жатқан жас өрендердің жалғанып жатты құндылықтарын өнерлері арқылы паш ету. Бүгінгі кешіміз неліктен мөлдір бұлақ тұнығынан деп аталады. Себебі әр адам бойында бұлақтай мөлдір тап-таза адами құндылықтар бар. Сол Кәусар бұлақ тұнығынан арала біздің адами қасиеттеріміз, ойымыз, сөзіміз, ісіміз арқылы көрініс табады. Қазақ халқы қашаннан ақ адамгершілікте берік ұстаған, батаменен бағы жанған ел. Концертіміздің алғашқы сөз кезегі мектеп директоры Оспан Валия Оспанқызы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті Нұргүл Назарқызы, біздің Әлібек Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектепке қош келдіңіз. Әрине, өзін-өзі тану пәні бұл өте бір керемет пән, адамның өзін-өзі бағалап, өзінің қаншалықты дәрежеде жүргендігін бағамдайтын, соған үйрететін ізгілік пәні. Осы пәнге арналған 10 күндік керемет шаралармен үйлесіп тоғысты. Оны өзіңізді Нұргүл Назарқызы мектеп Инстаграм парақшасынан көріп жатқан боларсыз. Әрине біз оны бір есеп үшін жалаң өткізгеніміз жоқ. Біз әрбір өткізілген шараға нақты мақсат қойдық. Баланың сөйлеуі, баланың өзінің бойындағы ашылмай жатырған, өзінің бойында тұнып жатқан ізгілік қасиеттерін көрсетуі, дамытуы, мұғалім мен бала арасындағы сыйластық, мұғалім мен бала арасындағы байланыс, ата-анамен байланыс көптеген нақты мақсаттарды қойдық. Енді осы 10 күндік өзінің мәресіне жеткен тұста мен мектептің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Нысанбаева Жанар Темірханқызына үлкен алғысымды айтқым келеді. Өйткені бір жақты шаралар болған жоқ. Біз толығымен айта аламыз, ата-ана, мектеп, оқушы үш тағаны неге осы үш әдемі үйлесім тапқан шаралар болды. Әрине бұл шаралардың баланың, біздің шәкірттеріміздің жүрегінен, көңілінен орын алатыны рас, және оның жалғасын табатыны да рас. Сондықтан бүгін бір әдемі кешке куә боламыз ғой деп біз келіп отырмыз. Ұстаз ретінде Қуыршақ театрына қатысқан, қойылым көрсеткен біздің оқушыларымызға және оны ұйымдастырған класс жетекшілеріне шексіз алғысымды айтамын, құрметімді білдіргім келеді. Өйткені мектептің бастауыш буын оқушылардың көздеріндегі от, сол көздеріндегі қуаныш, Қуыршақ театрының қойылымын көрген уақытындағы аз ғана уақытқа болса да әдемі әлемге, ертегі әлеміне саяхат шегуі, бұл енді ештеңемен салыстырмайтын керемет қуаныштықтан. Және тағы бір осы 10 күндікте менің өзімнің көңілімнен шыққан шара бұл дебат. Ұйымдастырушыларға шексіз рахмет айтамын, сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2022 жыл балалар жылы деп жариялады. Бақыттық балалық шағында даналықты ойынан түйген бүлдіршіндерімізді ортаға шақырамыз. Қан қызыркып кішкентай жәндік, бірақ оның пайдасы үлкен. Түйін адамда сол сияқты жасаған аз ісі қоғамға көп пайда әкеледі. Сіз залалысын өзіңізбен сөзіңіз, бірақ ондай мархаматсыз болмау өте заңды. Өмірге бизнестер кездеспейді, бірақ одан қорқудың қажеті жоқ. Ережені шықты, әрқашан шығар жолы табуға болады. Бір жарыққа қарай ынтықшақ көлеңке атты ағалады. Жарық көбейсе көлеңке кішіреді. Ал біздің бойымыздағы жалпы адамзаттық құндылықтары. Шешкінді пайдалы бол, пайдалансын делсені, тасты жерде болмағатты телмей жұрттың табаны.
адамдардың ортасында табылыңдар. Мына тарақты Самарғали ағай өз қолымен ағаштан ойып жасаған. Бұл ұтысқа көп адамдар сүйсіне қарайды. Өйткені бұл табиғи бұйым. Неге табиғи дүние жоғары бағаланады? Себебі адамның жан дүниесі таза, шынайы. Қымбатты достар, айналамызға сүйіспеншілік көзімен қарайықшы. Соңында біз қоршаған ортадан өз бойымыздағы жалпы адамзаттық құндылықтарды көре аламыз. Балалар, өркендеріміз. Салман президент бала деп мені де сен де атады. Байқаймын өзіне бала салмайтын сияқтысың. Қойыңызшы, әжептәуір жігіт болып қалдық қой. Қайдағы бала? Иә, бойымен ойы ұштасқан үлкен азамат болып өз ықпалысың. Ертеңі оқуыңды тәмамдап, отаныңдағы борышыңды өтеп, еліңнен жеріне адал қызмет ететініне сенемін. Дегенмен біз отан ана алдында әрқашанда баламыз. Расында да, атамекен біздің анамыз, перзенттік борышымызды адал өте, адал азамат болып, отанның үмітін ақтау асқақ арманымыз. 6 жастағы бала да, 60 жастағы қария да ана үшін әрқашанда бала.
аналар күні қай күні? 12 ақпан ба, 8 наурыз ба, әлде халықаралық аналар күні ме? Еркежан, біздің аман есен жүргенімізге қуанатын ата-аналарымыздың ортамызда болғанның өзі мереке. Оған арнайы бір күн аталып өтілмейді. Олай болса, әр күнді әлемге бейбітшілік, әр балаға бақыт тілейтін аналардың мерекесі деп ойлаймын. Тауып айтылған сөз. Ендеше Шәмші Қалдаяқовтың ана туралы жырын караокемен орындайық. Әрине анасына. Ана мен әке қосқан атымыз ғой, дегенмен қыз бала әкесіне жақын болады деп ойлаймын. Ойымның дәлелі ретінде ортаға әкелер мен қыз балаларды шақырамын.
Армысыздар ағай. Арнайы репортаж Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы. Әліби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектептен түсіріліп отыр. Өзін-өзі шығармашылық пен сүйіспеншілік педагогикасы 10 күндігінде атқарылған шараларға шолу жасады. Тыңдайтындарыңыз ендігі кезекте Салман, Бигарыс, Еркежан шықсаңдар. Қайда жүрсіңдер? Кешіріңіздер, қасымдағы жүргізушілерді көрмедіңіздер ме? Жаңа қасымда жүретін сценарий соларда еді. Камерадан қарауға болады екен ғой. Рухани баянның барлығына да түсіністікпен қарайды. Болып жатқан нәрсеге қарсыласпауда кемел адам дұрыс әрекеті. Менің ойымша, біздің дос сені шықпай қалды деймін. Еркен сәтше, сіз өмір сыныпты бітіріп, студентті танасыз. Сізбен 3 жыл бойы концерт жүргізіп біз сізден тиянақты болуды және де жауапкершілік береді. Сөйтіп ойласа келе, бізден сізге арнайы естелік ретінде сыйымыз бар еді. Соны ұсынғымыз келді. Сізге бар жақсылықты тілейміз. Енді бізге кім ұрсады екен деп ойлап қоя. Бәрі үшін рахмет. Және осы 10 күндікке қатысқан сынып жетекшілерге, оқушыларға және ата-аналарға үлкен рахмет айтамыз. Осы орайда арнайы қонақ болып келіп отырған аудандық білім бөлімінің әдіскері Нұргүл Назарқызына сөз береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқушылар, ата-аналар. Бүгін осындай бір рухани үлкен бір шарада сіздердің орталарыңызда болып, осы балалардың ыстық ықыласын көріп жатқаныма өте қуаныштымын. Осы 10 күндік шарасында аудандағы барлық мектептерде неше түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бірақ дейтірманменен де осы мектептегі іс-шараның өзіндік орны әрбір өткізілген күндегі іс-шара бірінен бірі өзі ерекшеленіп, ол ата-анаға да ой салып, біздің оқушыларымызға да ұстаздарымызға да ой салып керемет не болып отыр. Сондықтан да осы мүмкіндікті пайдалана отырып, осы ұжымның ұжым басшысына, Әлия Оспанқызына және осы ұстаздар, шәкірттерді тәрбиелеп отырған барлық ұстаздар қауымына, осы балаларды біздерге тапсырып отырған барлық ата-аналарға және де барлық асыл қасиетті алған осындай керемет шәкірттерге тек қана өмірлеріне жақсылық, амандық, жақсы күндері көп болсын деймін. Енді айта берсек, шараның өзіндік ерекшелігі өте көп. Сондықтан да мен осы жерде Жанар Темірхановнаға үлкен алғысымды айтқым келеді. Тағы да өркендеп көріне беріңіздер. Өзін ұстану пәні көркем мінезі, сүйіспеншілік пен шығармашылыққа толы болуды үйретуде. Үлкен мен кіші арасындағы сыйластықтың мәнін ұғудамыз. Жүрегімізде жарқыраған жалпы адамзаттық құндылықтарды жарыққа шығарып, нұр шашамыз. Жақсылықпен болашаққа қадам басамыз. Әр күніміз жемісті болсын. 10 күндікке арналған концертіміз аяқталды. Амандықта қауышқанша.